Құрметті ата-аналар, бүгінгі видео сіздерге арналған. Өйткені баланың мамандық таңдау, университет таңдау, мемлекет таңдау кезінде үлкен рөлді атқаратын сіздер боласыздар. Жақында болған зерттеулерге қарайтын болсақ, қазіргі көптеген оқушылардың ата-аналары 90-шы жылдары бітірген болатын екен. Енді өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылдар заман басқа болған, заман талабы басқа болған, және сол ата-аналардың қазіргі балаларға беретін тәжірибесі бойынша кішкене өзгерістер енгізілген болатын. Енді бұл жерде екі сұрақты талқылау керекпіз. Ең бірінші сұрақ ол ата-аналардың қазіргі мамандық таңдау кезіндегі, университет таңдау кезіндегі және оқуға түсетін кездегі процестің қаншалықты өзі сол сұрақтарға жауап бере алатыны. Екінші сұрақ қазіргі балалардың талабы. Көптеген балалар қазір ерке, қазіргі заманмен сол 90-шы жыл заман салыстырған кезде үлкен айырмашылық бар. 10 жыл бұрын болған талаптар бойынша да ода да үлкен айырмашылық бар. Бірақ біз әрқашан заман өзгерген кезде сол заман талабына байланысты өзімізді өзгерту керекпіз. Өйткені ол нарық, өйткені ол өмір болып есептеледі. Бірақ біздің ерке балаларды сол заман талабына өзгеріске, өзінің бір жерін тауып, өзінің орнын тауып, ары қарай қоғамға еңбек етіп, өз үлесін қосуға біз бәріміз ниеттенеміз. Балаларыңызға қандай тәрбие беру керек екенін мен сіздерге айта алмаймын, бірақ өзімнің негізгі кейстармен бөліскім келеді, өзімнің тәжірибемен бөліскім келеді. Ең бірінші келесі бейне жазбаны көріңіз. Ерлан Сағадиевтің TEDx платформасында айтылған сөздері. Задачи современного образования – это создание человека конкурентоспособного, обладающего самыми современными теоретическими знаниями, практическими навыками, технологиями и так далее. Человека, способного зарабатывать деньги, зарабатывать для себя, для своих детей, для своей страны. Басқа бір сұрақ ол қазіргі балалардың таңдап жатқан мамандықтары. Жалпы университетте оқу қажет па деген сұрақтан басталады. Және қазірден бастап қалай қаражат табу керек және өз-өзін қалай қамтамасыз ету бойынша сұрақтарға жауап беруге тырысатын болады. Енді ең қызығы бұл SMM, блогерство, қазіргі маркетинг саласында көп балалар жұмыс істегісі келеді, Instagram арқылы ақша тапқысы келеді. Оның барлығын біз көріп тұрмыз. Бірақ болашақта оның қаншалықты терең ойы бар екен және қаншалықты ертеңгі күні оны қамтамасыз ете алатын және оның қаншалықты болашағы бар екенін ешкім айта алмайды. Өйткені көптеген қазіргі кезге дейін мамандықтар жойылып кетті, жаңадан мамандықтар ашылып жатыр және ол мамандықтар болашақта қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс болатынын ешкім жауап бере алмайды. Бүгінгі негізгі кейстердің барлығын біз айтқымыз келеді. Бағана Ерлан Сағадиевтің сөзіне өзіңіз ойыңыз білдіргіңіз келсе біздің комментарияға жазыңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Қызығы көптеген ата-аналармен біз сөйлесеміз. Сол кезде оқушылардан сұрасақ, мамандық қалай таңдалды деген кезде, көбінесе ата-ананың ұсынысы бойынша және ата-ананың шешімі бойынша таңдалады екен. 70% сондай тәжірибе жүргізеді екен. Бірақ соның тәжірибенің ішінде ең үлкен қателік ол жоспар құру. Бала өмірінде бір-ақ рет мектеп бітіре алады. Сол мектеп бітірген кезде қателік көп болмау керек. Бірақ қателік жасамау үшін дұрыс жоспар қалыптастыру керек. Сол жоспар бойынша біз балалардың барлығын айтамыз. Мысалы, жоспар А болу керек, Б болу керек, С болу керек, Д, Е болу керек. Сол кезде ғана соңында, мысалға, сіз 20 университетке тапсырасыздар. 20 университеттің ішінен 3-іне, 4-іне түсіп көрсеңіз, сол кезде дұрыс болады. Ал егер сіз бір университеттің артынан қуалап, немесе 2-3 университеттің артынан ғана қуалап, сол жерге ғана тапсырған болатын болсаңыздар, ол университеттер сізге коэффициенті төменірек және мүмкіншілік беру бойынша, сіздерге шақыру қағазын жіберу бойынша ол жерде жұмыс қылауы мүмкін. Сондықтан біз сіздерге келесі жоспарды ұсынамыз. Мысалға, план А, жоспар А, жоспар Б, жоспар С және жоспар Д. Жоспар Аның ішінде сіздер өздеріңізге бастапқы негізгі университеттер таңдап көрсеңіздер болады. ОБТ бойынша Назарбаев университет таңдап көрсеңіз болады. Ол жерде Назарбаев университетке ОБТ қажет емес. Және шетелдегі университеттер таңдап көрсеңіздер болады. Тура сол сияқты Б жоспарына, Д жоспарына және С жоспарына өздеріңіздің университеттер жазып көрсеңіз болады. Университеттерді тек қана
өздерінің тапсыру уақытысы бойынша бөліп көрсеңіз болады, немесе өзіңіз ойыңызша бөліп көрсеңіз болады. Негізгі бұның формуласы, мысалға 20 университетке тапсырасыз, соның ішінде 10-ына кеміне түсіп көре аласыздар. Бірақ 20 университет таңдағанда да өзіңіз шамаңызға қарап таңдау керексіздер. Мысалға жетістіктеріңіз тура келіп тұрма, университет талап жасаған талаптарға сіздер сәйкес келесіздер ма? Сол сәйкес келсеңіздер ғана сол 20 университетке тапсырып көріңіздер. 10 университет сізді шақырады. Сол 10 университеттің ішінен тек қана біреуін өзіңізге таңдап көре алатын боласыз. Бұл жерде тағы бір стереотип бар. Менің балам гимназияда оқымайды, менің балам лицейде оқымайды. Өзі шешім қабылдасын, өзі көрсін. Немесе менің балам ондай жерге түсе алмайды. Балалар қазір ақпаратты тез қабылдайды. Тура сол сияқты сол ақпаратқа қызығушылығы тез жойылып кетеді. Бірақ сіздер осындай процесс құрсаңыздар, балалар деген осы процесске қызығушылығы ашылады және мотивация ашылады. Сіз тек қана дұрыс мүмкіншіліктер беріп үлгеру керексіздер. Менің ойымша, жалпы дүниежүзі бойынша көптеген басқа мемлекеттің балалары да тура сол сияқты талпынады. Тура сіздер сияқты ата-аналар да бар ол жерде. Олардың да ойлары, балалары ең мықты университетке, ең мықты жерге түссе деп ойлайды. Осы кезде басқа шетелде орналасқан университеттер туралы айтатын болсақ, бұл жерде тағы бір қателік жасады. Ол қала таңдау және мемлекет таңдау. Әр мемлекеттің біздің Қазақстандағыдай өздерінің мегаполистері бар. Мысалы, Астана, Алматы сияқты. Және индустриясы тек қана бір салада дамыған қалалар бар. Мысалы, Жезқазған, Сәтбаев деген сияқты. Бірақ біздің кейбір ата-аналар балалары әр мемлекеттің гранттарына көріп, сол мүмкіншіліктеріне қызығып, сондай Сәтбаев немесе Жезқазған бір салалы қалаларға жіберіп қояды. Біздің ойымызша, негізгі балаларды үлкен мегаполистерге жіберу керек. Сол жерде ол піседі, ол көбірек қателік жасайды, сол қателіктерден өзіне үйренеді және болашақта мықты маман болып шығатын болады. Сол жерде мүмкіншіліктер де көп болатын болады. Сондықтан сол бойынша негізгі жұмыс жасау керек деп есептеймін. Және ең соңғысы, басты формула ол қоршаған ортамен сол жерде қасында жүрген балалар. Егер әрине бала қызығушылығы спортта болатын болса, бала спортпен ғана қызығады мектепте. Егер өнермен қызықса, бала мектептен кейін өнерге қатты қызығатын болады. Ал егер қасында жүрген балалар қыдырымпаз немесе темекі шегетін болса, әрине бала соған еліктеп кетуі мүмкін. Сондықтан әрқашан сол ортаны дұрыс қалыптастыруға тырысу керек және балаға сондай ұсыныс жасап тұру керек. Әрине бала егер сол ортаның ішіне өзіне көптеген құндылықтар таңдайтын болса, алып жатқан болатын болса, ол сол ортаға баратын болады. Біз сол ортаға барудың жолын ғана көрсету керекпіз. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады. Құрметті ата-аналар, балалардың орнына барлығын жасау қажет емес. Бала өзі шешім қабылдау керек, өзі таңдау керек, өзі қателік жасау керек. Содан кейін ғана ол мықты маман болып шығатын болады. Сондықтан орта дұрыс қалыптастыру, ортаны дұрыс таңдау, мамандық таңдау, университет таңдау бойынша әрқашан ең бірінші диалог болу керек. Ал енді тәжірибеге көшейік, қалалар бойынша және университет таңдау бойынша. Мен кейде түсінбейтінім, мысалы Алматы қаласының мектебін бітіреді және Томскке түседі. Білетін болсаңыздар, көптеген қазақстандықтар Ресейде қазір оқып жатыр. Мен ойымша, бірінші Алматы қаласының мектебін бітірген болсаңыз, сіздер Мәскеу қаласына түсу керексіздер. Нью-Йорк қаласына, Гонконг қаласына, Парижге, Шанхайға. Бірақ бұл жерде бір қиыншылық бар. Ондай үлкен қалалардың ішінде әрине тұратын жері және тамағы өте қымбат болады. Сондықтан осындай негізгі тәжірибелердің барлығын біз болашақта айтатын боламыз. Бұл тек қана бір ғана мысал. Егер сіздер тағы да мысалдармен танысқыңыз келсе, бізге міндетті жазыңыздар. Ал егер өздеріңіз тәжірибеңіз бар болса, сол тәжірибемен біздің комментарийдің астында бөлісіңіздер. Келесі жүйе ол университеттерге қалай түсу керек және сол университеттердің негізгі процестері қандай. Біздің Қазақстанда ұбт-ны жазасыздар, балдарыңызды аласыздар, конкурсқа қатысасыздар. Егер жоғарғы балл алсаңыздар, конкурстан өтесіздер. Егер төменгі балл алсаңыздар, конкурстан өте алмайсыздар. Шетелде қалай? Шетелдік университеттерге тапсыру уақытысы мерзімі 1 тамыздан басталады. Мысалға, сіз 2021 жылы оқуға түскіңіз келсе, 1 қыркүйекте.
сіздер 2020 жылдың 1 тамызынан бастап дайындалу керексіздер. Сонда 1 жыл 1 ай бұрын. Енді осы жерде қандай негізгі методика қолданылады? Әрине, көптеген университеттер қиыншылық көрген, немесе өзіне тәжірибе алған, немесе көптеген әртүрлі жобалар жасаған балаларды алғысы келеді. Егер бала олимпиадамен айналысса, немесе қоғамдық жұмыстармен айналысса, еріктілікпен айналысқан болатын болса, спортпен айналысқан, өнермен айналысқан болатын болса, оның портфолиосы толады. Бірақ бұл жердегі негізгі олардың шарттары ол көптеген жетістіктер болу керек және көптеген тәжірибесі болу керек. Тек қана білімге ғана университеттер қарамайды. Бір стереотип бар, бірінші бала университет бітіріп алсын, одан кейін не істесе соны істесін деген. Бірақ бізде үлкен көптеген кейстер бар. Мысалы, Шымкентте 15 жасар кәсіпкер қызы бар. Алматы қаласында 175-ші мектепте 5-ші сыныптың баласы бөдененің жұмыртқасын сатады. Ол да кәсіппен айналысады. Тура сол сияқты басқа да көптеген мысалдар көп. Балаға ең бірінші әртүрлі жобаларды жасауға және өзінің тәжірибесін алмасуға, дамытуға мүмкіншілік жасау керек болады. Сол кезде сол тәжірибені бағалаудың арқасында университеттер оң шешім қабылдайтын болады. Өйткені мысалға біздің Асқар деген бала тұрсын, және бір Марк деген Еуропадан бала тұрсын. Екеуі де Америка оқуға тапсырып жатыр. Марк әрине ол ерікті, сабағын дұрыс оқыған, сабақтан кейін қоғамдық жобалармен айналысады, спортпен айналысады және олимпиадаға қатысады. Ал біздің Қазақстанның баласы мысалға олимпиадамен айналысады, бағаларын бәрі дұрыс, бірақ қоғамдық жобаларға көп қатыспайды. Мысалы, еріктілік, волонтерство дейді. Сол кезде біздің баланың негізгі тәжірибесі аз екенін көріп қалатын болады. Сондықтан, егер балаңыз сондай еріктілікке ынтасы бар болатын болса, міндетті түрде қолдап, жіберіп, керісінше дұрыс жолды көрсетіңіздер. Айдын Рахымбаев мырзаның посттарын қарайтын болсаңыздар, балаларын жазда әртүрлі жобаларға және өзінің жұмысына шақырады. Тура сол сияқты мен ойымша балалар қазірден бастап өзіне дұрыс жол таңдау үшін қазірден бастап тәжірибе жинау керек. Жүрген жолы қиын болғанымен, сүрген өмірі жеңіл болады.